Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін бізде қазақ әдебиет сабағы 3 бөлім махаббат және абырой. Сабағымыздың тақырыбы Мұқағали Мақатаев поэма жанрының ерекшелігі Аққулар ұйықтағанда поэмасы. Оқу мақсаты: әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог, прологтарды анықтау, автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік көрінісін талдау. Сабақ соңына күтілетін нәтиже: әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог, прологтарды анықтайды. Автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік көрінісін талдайды. Алдымен Мұқағали Мақатаев туралы қысқаша бейне материал көріп алайық. Бүгінде осы әндерді естімеген қазақ жоқ шығар. Біреу оларды дастархан басында шырқаған болса, бірі жастық шағын осы әндермен тығыз байланыстырады. Демек, бұл әндердің соншалықты хит болуына себепкер болған ақынды бірі білсе, бірі білмес. Ол бүгінде бар қазаққа мәшһүр болған есім Мұқағали Мақатаев. Қазақ халқын жарқын талантымен баурап алған Мұқағали Мақатаев 1931 жылы 9 ақпанда Алматы облысының қазіргі Райымбек ауданы Қарасаз ауылында дүниеге келді. Ақынның толық есімі Мұхаммедқали, бірақ ата-анасы оны бала кезінен еркелетіп Мұқағали деп атап кеткен. Мұқағали Мақатаевтың балалық шағы қазақтың басына төнген қайғы қасіреттің бірнешеуімен тұспа-тұс келді. Соғыстың салқын қабағы ақынның шаңырағына оңай соққан жоқ. Әкесі Сүлеймен қан майданда қаза табады. Болашақ ақын ер мінезді әжесі тиіннің тәрбиесін көріп, аңыз ертегілермен сусындап өседі. Мұқағали Мақатаевтың өлең, поэзия жазуға, жары лашынға деген махаббаты себеп болды. Болашақ ақын 14-15 жасында ақын болуға бір жола бел байлап, қазақ әдебиетімен бірге әлемнің барлық классиктерін бірдеммен оқып шығады. Мұқағали Мақатаев еңбек жолын ауылдағы мектепте орыс тілі пәнінің мұғалімі болып бастады. Оның орыс тілін жетік білуі әлем әдебиетін оқуына септік болды. Кейін аудандық газетте тілші болып та қызмет атқарды. Ақынның өлеңдерін сүйіп оқыған Әбділда Тәжібаев Мұқағалидан үлкен ақын шығады деп ақынды Алматыға шақырады. Қалаға көшіп келген Мұқағали кәсіби қызметі әдебиетпен тығыз байланысты болып, Қазақ радиосында диктор, Социалистік Қазақстан газетінің журналисті, Жұлдыз журналының қызметкері, Жазушылар одағының жастар істері жөніндегі кеңесінің басшысы да болады. Сыртқы жағдайлардың өзгеруіне қарамастан, Мақатаев ең бастысы поэзияға деген махаббатына тұрақты болды. 1962 жылы алғашқы кітап шыққан кезден бастап 1976 жылға дейін ақынның 8 өлеңдер жинағы жарық көреді. Олардың ішінде Аққулар ұйықтағанда, Шуағым менің, Өмір дастан, Жырлайды жүрек және әдебиет саласында 25 жылдай уақыт қызмет қылған Мақатаев мыңнан аса өлең жазды. Мақатаев махаббат пен достық, поэзия және табиғат туралы жырлады. Бірақ оның шығармашылығында ерекше орынды отан тақырыбы алады. 1976 жылы Мақатаевтың Өмір дастан атты соңғы өлеңдер жинағы жарық көреді. Емі жоқ ауруға шалдыққанына қарамастан, өле-өлгенше поэзияны сүйіп өткен ақын соңғы кітабы жарық көре сала жақындарына қойған қолтаңбасында Мұқағали не себептен екені белгісіз 1976 жылдың 27 наурызы деп белгіледі. Поэзиям менің, мен өлсем де сен өлме деп кеткен ақын дәл сол күні өмірден озды. Ол халық әдебиетінің мол мұрасы аңыздарды арқау етіп, жаңғыртып, жырға айналдырған ақындардың бірі. Мұқағали 1973 жылы жазған Аққулар ұйықтағанда поэмасына халықтың ұғымындағы қастерлі, киелі болып саналатын аққу құс туралы аңызды негіз етіп алған. Поэманың бас кейіпкері баласының жазылуы үшін барлығына дейін, тіпті ырым, тыйымнан, дәстүрден де аттауға бар ана. Ақын кейіпкерін үлкен таңдаудың алдына әкеліп тірейді. Ақыры хал үстінде жатқан баланы аққумен аластасаң, жазылып кетеді деген тәуіптің сөзін үміт еткен бейшара ана
аққуға оқ атады. Қиянат жасау арқылы жақсылыққа қол жеткізуге болмайды деген өмір заңы поэманың шешіміне айналған. Ақын бүкіл бір ұлт қастер тұтқан наным сенімдер арқылы табиғатты аялау, жан жануарларға қамқорлық жасау идеясын тағылым етеді. Композициялық жағынан поэма 3 тарауға бөлінген. Оқиға 3-ші жақтан баяндалады. Поэманың алғашқы тарауында ақын Алатаудың басына таста тұнған жаңбырдың тамшысындай болып біткен көлді сипаттайды. Ақын уақытты кері жылжытып, лирикалық шегініс жасау арқылы жетім көл аталған бұл көлдің тарихына шолу жасайды. Шығарманың 2-ші тарауында хал үстіндегі баласын күзеткен ата-ананың жағдайы баяндалады. Әсіресе қолына мылтық алып, киеліге оқ атқан ана образы нанымды шыққан. Қалыптасқан дәстүр, халықтың кие тұтқан ұғымдары қашанда қастерлі, сол тиымдардан аттаған адам оңбайды деген ұлттық философия поэманың 3-ші бөліміне арқау болған. Поэма тек баяндауға ғана құрылмаған, анасы мен әкесі арасындағы, қарт пен келін арасындағы диалогтар арқылы, ананың зар илеген монологы арқылы аңыз сюжеті нанымды шыққан. Сабағымызға берілген кері байланыс тапсырмасы Мұқағали Мақатаев туралы қазақ әдебиетінің көрнекті өкілдерінің пікірін жазу. Үлгі: Мұқағали Мақатаев адамдар арасындағы өмірдегі, табиғаттағы жарастық пен келісімнің жырсы. Оның өлеңдері шын тебіреністен, шын шабыттан, шын күйзеліс пен шын қуаныштан, шын сағыныштан туған. Әбіш Кекілбаев осы секілді пікірлерді кері байланыс тапсырмасы ретінде жазу. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.